Қыс мезгілінде өте жұмсақ, өзімнің жасап жүрген рецептіммен осындай дәмді бәлішті бірге дайындаймыз, қыздар. Ал кеттік. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Үйде сүт аламыз. Кішкене ашыған сүт болса да болады. Жарты литр сүтке бір жұмыртқа, тұз салып, жақсылап араластырамыз, үстінен ашытқы саламыз. Сосын кішкене жұмсақ әдемі қамыр жасаймыз, қыздар. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болу керек. Сосын қамырды жасаған кезде, қыздар, июн қандыру керек. Асықпай осылайша әдемілеп қамырды жайып, 20-25 минутқа үстін орап қоясыздар. Пищевой пленканы қойып, сіздердің қамырларыңыз ашығанға дейін сол арада картошкаларыңызды ашып дайындай беріңіздер. Картошканы ашып, жақсылап жуып, суда қайнатып аламыз. Қайнаған соң үстіне кішкене сүт және де кәдімгі май саламыз. Жұмсақ майды салып, жақсылап езетін боламыз. Дәмі өте күшті, сочный шығады. Жалпы, қыздар, бұл бәліштің арасына капуста, фарш қосуға болады. Үйде не бар, сомен жасай бересіздер. Мен осындай картошкамен жасап жатырмын. Сосын дәл осы рецептпен осы нелерді, бәліштерді сіздер духовкада пісіріп алсаңыздар болады. Ашыған қамырымыздың барлығын дөңгелектеп шығамыз. Дөңгелектеп шыққаннан кейін оны жақсылап жайып, арасына картошканы салып, қызып тұрған майда пісіріп аласыздар. Қанша жерден жұмыста болсақ та, балдарға қол босаған кезде осындай дәмді қолымнан келетін бүкіл астарды дайындап беруге тырысамын. Жалпы кішкене ғана қамыр жасап, 10-15 адамға жететін асты дайындауға болады. Мен жарты литр сүтке өте көп мөлшерде бәліш дайындадым. Және ол бүгін ертеңге де жетеді. Міндетті түрде сіздер де үй жағдайында осындай дәмді бәліштерді жасап беруді кеңес беремін. Жалпы, қыздар, көбінесе айтып жатады да, осындай бәлішті пісіргенде арасы шикі болып қалады дейді. Ол шикі болып қалғанның себебі қатты майды қыздыруға болмайды. Майдың астын орташа отқа қоясыздар да, сосын асықпай пісіріп аласыздар. Сонда сіздердің бәліштеріңіз шикі болмайды. Және де қамыр өте жақсы ашыған болу керек, қамыр жұмсақ болу керек, қатты қалың болмау керек. Сол кезде де арасы шикі болмайды. Дәл осы бәлішті негізі духовкада пісіруге болады. Достар, маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Данагүл. Рахмет.